Сәлем достар, қадарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге жүзім жегісі келген қасқыр туралы ертегіні айтып беретін боламын. Ал ендеше тыңдаңыздар. Бір күні бір түлкі баудан жүзімге тойып шығады. Соны көрген қасқыр жүгіріп барды түлкіге. Ей, түлкі, сен жүзімді қайдан жедің? Бол тез айт, дейді. Түлкі, ойбай, Қасеке, құлдық. Мен сізден несін жасырам? Анау жердегі баудан жеп алдым, дейді. Деп қасқырды ертіп апарады сол бауға. Міне мына баудан деп баудың тесігіне кіргізіп жібереді. Жүзімге тойып алып қасқыр енді шығайын десе, шыға алмай қаталып қалады. Қасеке, тым көрсе қызар екенсіз. Артын ойламағанға сол керек, деп ары қарай жүре беріпті. Егер де балалар, бұл ертегі сендерге ұнаса, маған мына сұраққа жауап беріңдерші. Қасқырдың іс-әрекеті дұрыс па? Комментарияға жауаптарыңды қалдырыңдар. Ал ендеше сау болыңдар.